Сәлем, қалайсыздар? Сабаққа бара жатырмыз. Жаңа апта басталды, жаңа күн. Сабаққа кетіп барамыз. Қыздар, жүр, қалмаңдар. Қыз керіс тартыңдар. Үйінде бүгін тағы дене шынықтыру. Екеуі айтады маған, дене шынықтыруда біз сурет салып отырамыз. Мұғалім айтшы, сурет салмай, жаттығу жасайықшы дейді. Мен қазір мұғалімді айтып көреміз, сұрап көреміз. Сурет салып жүрмек екен, істейді екен. Солай. Мен қыздарды сабаққа апарып тастап. Дочалар бағана іште моншақ жасап жатқан. Күштен моншақ жасаймын деп. Сол екеуі екі жақтан жасап жатқан. Сол бет сабаққа кетіп қалдық. Мен екеуін сабаққа апарып тастадым да мына жерге бағана далада жайылып тұрған киімдердің бәрін дауыл басталып кетті да үйіп кіргізе салғам ғой. Қазір екі қыз сабақтан келгенше жинап тастайын деп тұрмын. Бастап атқам ғой, аналарды бүктеп, орындарына реттеп салып. Сіздер де осылай ма күніне неше рет кіріп жатсыздар? Біздің машинка бір тоқтамайды, бір күніне 4-5 рет обязательно кіріп жатырмыз біз. И кеше наконец мынау детский кроватьты орап қойдық. Пищевой пленкамен орап, күшлеп, шаң баспасын деп. Енді осыған орын табу керек. Оралмай қапты ғой, бұл қазір орай салу керек. Орын табу керек, қай жерге қоярым білмей тұрмын. Үйден бір орын тауып, осыны тығып тастау керек. Шай қойып қойдым, қазір дочалар сабақта. Кішкентайым ұйықтап жатыр. Кішкентайым ұйықтап жатқанды пайдаланып, салатқа картошка, морковь, жұмыртқа қойдым қазір. Асты кетіп қапты ғой. Қазір дочалар келгенше бір пісіріп, содан кейін салат жасап жүрем. Колбаса қосам, огурцы қосам тағы да. Сөйтіп ойлап тұрмын енді. Менің дәттім оянып алды ғой. Айтқанша болған жоқ, шай ішіп алайын деп. Ой, өзі тұрып алды. Жүрек өзі, жүрек. Обратно қыздарға келе жатырмын. Уже қайтатын уақыт болады. Ой, налевой деген сондай екен ғой, 2 сағат. Вообще үйге жетіп үлгерем. Бір шаруамды өпемді ұйықтатып үлгерем. Бір шаруамды істеймін. Сонымен обратно шығу керек болады. Жан таласып. Үйге бармай қойын десең, далада тағы жүре бермейсің. Еще күн салқын бізде уже. Жел, күн жақ кішкене жылы да, одан қайтып суық болады. Мен уже үйге барып, бір-екі шаруамды істеп, бөпені ұйықтатып, қайттан шыққанша уже уақыт болады. Маше. Налевойші қастар, сіздер солай болып еді. Кімнің баласы налевойші сыныпқа барды, кім барды налевойға? Жазыңыздар. Қыздар сабақтан шығып, екеуі тағы бүгін 2 бөлек отырыпты, бір қызға таласып қапты екеуі. Екеуі бір қыздың қасына отырып таласыпты сонымен. Кассир отырыпты. Мәссаған бітті, үйден адас қалдық дейді. Адас кеттік, ой, бұл қалай барамыз енді үйге қалай барамыз енді? Нені істейміз? Екеуі бір катокқа барайықшы, соны таппай қалып, соны адас кеттік дейді. Қай жақта ал? Жоқ, мысықты қума сен. Жүр, катокқа ойнасыңдар, ойнамасыңдар, үйге қайтайық. Қай жерде, қай катокқа барасыңдар? Домалағы. Көк па өткенде домалақ? Жүр, на жақта ол. На жаққа барасыңдар ол үшін. Сонымен кетіп барамыз. Аяғын бас кетем, Кәусар, былай тұршы. Колясканың алдында жүрме. Жүр, кеттік. Тоз, Фати. Үйінің барайықшы деп жүрген каток осы екен ғой. Ақыры келді осыны тауып алды. Кәусар деген секірем деп құлай жазады жөне. Неме тәкіс? Тырқылдақтар. Суық қой, темірдің бәрі қолдарыңа суық өтеді ғой, доча. Қолдарыңа суық өтеді. Суп суған темірдің бәрі.
Ал, давай. Секір. Каусар. Давай. Опа! Ой! Тағы стол ұнамай қалды. Қайсы ол үшке деген? Құлау жүрме шартқа, Фатиха. Артқа құлау жүрме. Мен деген тағы да булочка қойдым. Бүгін макпен жеген келді булочканың. Күшті жұп-жұмсақ көтеріліп жатыр. Пештің үстіне әдейі қойғанмын, жаңа пеш қосылды, сосын асты жылы, тез көтерілсін деп. Өйтсеудің іші деген суық. Жоқ қойын, жылып тұрсын. И мына жерде салаттың заттары дайын болған, жаңа мен қазір аршып, сыртын бәрін тазалап дайындап қойдым. Булочка көтерілгенше осыны дайындап тастайын. Аңғарсаңыздаршы, мен бөпені бір тамақтан ұйықтатып киініп наным күшті көтерілген ғой. Жұмсақ қазір бұны сразу салып қойық духовкаға. Қазір салармайым айтпақшы, сразу бір рет басып тағы бір көтерем. Сосын барып салам. Вообще күшті болады. Булочкамды бір басып, формаға үстіп салып, жылыға қойып қойдым. Қазір кішкене көтерілсін сәл. Сосын пешке салып жүрем. Наным пісіп тұр уже. Булочка деп ем. Нан болып кетті ғой. Кішкентай мини-мини батон нандар. Қазір бетін жоқ қойдым суылғанша. Осылай тұрсын. Екі қыз тамағын ішіп отыр. Ас бөзінден. Салат. Фатиха салатын огурцы жемейм, отдельно огурцы жейді. Отдельно огурцы жеп отыр. Каусар мен огурцы жемейм, мен лапша жемейм, лапша жеп отыр. Қазір булочканы көретін болыңыз, булочканы жаңа мен шығарғып турайын десем, ортасы ыстық келді. Мен завтрак пісіріп жатырмын қыздарға. Тары пісіріп жатырмын. Овсянка, геркулес жемейміз деді қыздар, сонымен тары пісіріп жатырмын. Бүгін түн суық болып шықты, үйдің бәрі азынап, суық. Прям қалың көрпе жамылсақ та тоңып. Бала шағаның шайын дайындап, кашыларын дайындап қойдым. Қазір екеуі беті қолдарын жуып шайынып жатыр. Осы жерден мен видеомды аяқтайын. Бізге тіркелмегендер болса, тіркеліңіздер, лайкты басыңыздар, комментарийді жазыңыздар, достар.